kızlar. Саламатсызбы? Бүгін бізге балабақшамызға қонаққа әже келді. Біз жақында қандай мерекені тойлағалы отырмыз? Наурыз мерекесіне қазақ халқында өте салт дәстүрлі өте көп ұлттық тағамдарымыз бар, қыздар, Бүгін дұрыс айтасыңдар, бүгін бізге әже қонаққа келді. Бүгін әже бізге бір ұлттық тағам түрін көрсетемін дейді. Дайындап. Қош келдіңіз әже біздің балабақшамызға. Ал балаларым, саламатсыңдар ма? Мына бүгін Наурыз мерекесіне орай сендерге ұлттық тағамның жұқпа деген тәсілін үйретейін. Бұрынғы қазақ апаларымыз осы Наурыз кезінде Рамазан айында осы жұқпаны дайындап ішкен. Сол тағамды осы бала-шағаларыма үйретейін. Жұқпаға бірінші суға тұз салып, міне қараңдар, сендер осыны үйреніңдер. Жұқпаға тұз саламыз, су құйдық, кейін тұз саламыз. Содан кейін барып, оны салып илейміз. Бұл жұққа деген қазақтың бұрыннан жаңағы тағамдары, апаларымыз, аталарымыз осындай жұққа деген тағамды дайындап ішкен болатын. Міне сендер соны үйреніп алыңдар. Осы жұққаны жаямыз қазір, білесіңдер, осыны міне. Мынаны бүйтіп домалақтайсыңдар. Енді осы қамырымызды тапаға салып қыздырып аламыз. Ал әже, мінекей сіздің керемет үйреткен жұқпаңыз дайын болды. Ал енді қыздар, осыны ары қарай әженің үйреткені бойынша жұқпа көжемізді жалғастырамыз. Жұқпамызға ең алдымен сүзбемізді саламыз. Одан кейін майдан саламыз. Керемет. Одан кейін қайнаған суды құямыз. Керемет әже. Әже, бірақ біздің қыздарымызға ыстық су ұстауға болмайды, Ол ыстық. Тұздан саламыз, кішкентай сақтауымыз керек. Тұздан саламыз. Міне жұқпамыз дайын болды. Жұққа деген тағамымыз ол. Асымызға адалдық, басымызға амандық берсін. Наурызымыз құтты болсын.